Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз дыбыстар доминосы ойынымен танысамыз. Бұл С дыбысын автоматизация жасауға арналған ойын. Ойынды бастамас бұрын балаға суреттегі сөздерді таныстырып шығамыз. Мысық, мысық, сағат, мысық, мысық, су, мысық, есік, мысық, ананас, мысық, кесе, мысық, қасық. Балаға сөздерді айтқызғаннан кейін ойынның шартымен таныстырамыз. Мысалға түсіндіреміз. Мына карточкаларды таратқан соң, кімнің қолында екі мысықтың суреті болады, сол бірінші ойынды бастайды деп. Бұл жерде басты шарт, мына суреттерді қоймас бұрын бала сол суреттегі сөзді атауы керек. Мысалға, мынау мысық. Мысыққа мысықты қойған кезде мысық деп қоямыз. Су, су. Мына жақта сағаттың суреті, сағат, мысық, сағат. Сағат. Кесе. Осылайша ойын тізбегін жалғастырып ойнатуға болады. Ойында жеңіске жету үшін мынадай екі бірдей суреті бар карточкаларды бірінші қоюға тырысу керек. Ондай суреттерді соңына жинап отырсаңыз, сіз жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Осы нәрсені балаға түсіндіріп айту керек. Ойын сізге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.